Сәлем баршаға, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге осындай керемет шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Мен балаларыма жасап бердім. Балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап беріңіздер. Ол үшін менің видеомның соңына дейін қараңыздар. Алдымен каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқамызды миксерлеп, оның үстіне құмшекерімізді салып, тағы да миксерлейміз. Сосын ұнымыздың үстіне қопсытқыш 2 ас қасық какаоны дәл осылай араластырып алып, иіліктен 2-ге бөліп өткізетін боламыз. Иіліктен өту өте маңызды, міндетті түрде өткізіңіздер. Дәл осылай 2-ге бөліп миксерлейміз. Енді осының үстіне 50 грамм еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Осылай еріп тұрған сары май болуы қажет. Міне, осымен біздің қамырымыз дайын. Осыны қалпымызды майлап, осындай пергамент қағазын төсеп, осылай салып, қызып тұрған 180 градустағы пешімізге салып пісіріп аламыз. Енді біздің кремімізге сливке қажет болады. Сливкені дәл осылай көпіргенше қозғап, миксерлеп, үстіне қант ұнтағын салып, осындай қою болғанша қозғап аламыз, және де кондитерлік біздің қапшыққа салып дайындап қоямыз. Біздің пирогымыз пісті. Осыны суытып, дәл осылай суыған соң алып, 2-ге бөліп аламыз. Осылай 2-ге бөліп алғаннан кейін дәл осылай кремімізді жағып, үстіне тағы да жағатын боламыз. Ортасын мен әдейі қалдырып қойдым, сәндік үшін. Ортасына осындай конфет тастарды салып, бетіне какао сеуіп қойсаңыздар, өте керемет балаларға арналған болып шығады. Сіздермен болған Әйгерім. Каналыма жазыла кетіңіздер. Видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.